Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа жабуға арналған өріктен табиғи өрік шырынын дайындайтын боламыз. Өте керемет болып шығады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркеліп видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай өріктер қажет болады. Езіліп тұрған түрі болса да өте керемет. Жақсылап өріктерімізді жуып, сүйектерінен ажыратып аламыз. Және де сүйектерінен ажыратқаннан кейін өлшеп алатын боламыз. Менде 5,5 килограмм шықты, және де езілген өріктерді де қостым. Сол кезде осылай езіліп тұр. Енді осы өріктерімізді блендерлеп езіп аламыз. Егер де сіздерде блендер болмаса, ет тартқыштың көмегімен өткізіп алуға болады. Міне бізде осындай пюре дайын болады. Енді осы массамызды шұңғыл үлкен кастрюльге құямыз. Және де осы өрік салған астаумен, міне осы астаумен сәл толмай тұрғандай болып, дәл өріктің көлемінде етіп 2 есе су құямыз. Яғни осы ыдыспен 2 рет дәл өріктің көлемінде ғып су құямыз да жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болғанша. Бір келкі араласқаннан кейін осыны сүзгіден өткізіп алатын боламыз. Менде осындай үлкен сүзгіден өткізіп алдым. Бұл міндетті, себебі ішінде жаңағы өріктердің тамырлары және де қабықтары жүруі мүмкін. Ішкен кезде жаңағы ыңғайсыз болмаусы үшін мен осылай сүзгіден өткізіп аламын. Міне қарасаңыздар, осындай тамырлары және де қабықтары осылай ұсталып қалатын болады. Бұны біз қолданбаймыз, тастаймыз. Міне осылай сүзгіден өткізіп алғаннан кейін осындай шырын пайда болды. Енді оны жаңағы кастрюлемізге қайтадан құямыз да газ отымызға қоямыз. Және де қайнағанша күтетін боламыз. Осы аралықта барлық жабатын банкілерімізді міндетті түрде стерильдеп аламыз. Мен осындай мантоваркада стерильдедім. Және де крышкаларымызды да ыстық қайнап тұрған су құйып стерильдейміз. Осы уақытта біздің осы соғымыз қайнап шықты. Қайнаған кезде осындай көбіктер пайда болады. Оларды міндетті түрде алып тастаймыз. Және де қайнап тұрған соғымыздың үстінен қантымызды салып араластырамыз. Мен 1,5 килограмм қант қостым. Сіздер дәмін көріп, тәттілігіне байланысты көбірек және азырақ қосуларыңызға болады. Және де 1 шай қасықтай осындай лимон қышқылын қосып, араластырып, баяу отта тағы да 15 минут аралығында қайнатып аламыз. Дайын болған соғымызды ыстықтай стерильденген банкілерімізге құйып, крышкасын жауып, банка жапқышпен жауып тастаймыз. Және де осы соғымыз суығаннан кейін сәл тағы да қоюланатын болады. Крышкасын бірден жауып, менде осындай банка жапқыш. Ручкасын бұрап отырып, осылай жауып аламыз. Және де жауыпқаннан кейін дұрыс жабылдығандығына көз жеткізіп, видеода көрсетілгендей тексеріп аламыз. Құрғақ болуы қажет. Банкілеріміздің барлығын жауып алғаннан кейін төңкеріп қоямыз да үстін қалың көрпешемен жауып, бір күнге банкілеріміз суығанша қалдырамыз. Осымен біздің қысқа арналған өріктен жасалатын табиғи шырынымыз дайын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін достар. Өте керемет болып шығады. Сонымен қатар видеоны лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған ақбота, назарларыңызға